Бүгін мен сіздерге Life is Good компаниясының бір өнімі болып табылатын Vista есепшоты, яғни депозиті туралы әңгіме етпекпін. Депозит жылына 20% валютамен өсім әкеледі. Өкінішке орай бізде көп адамдар жылына 20% валютамен өсім әкелетін депозит бар дегенге сенімсіздікпен қарайды, және бұны қаржы пирамидасы, алаяқтықтың бір көрінісі деп санайды. Мен де алғашқы кезде солай сенімсіздікпен қараған болатынмын. Биылғы жылдың сәуір айында тіркелдім. 1000 евро ақша салдым, сөйтіп сол 1000 евро жұмыс істей бастады. Содан бірақ аздап тиын-тебен ғана түсіріп отырды. Биылғы жылдың шілде айында мен тағы да 1000 евро салып, балансымды кішкене көтердім. Енді мен сол туралы кішкене қазір көрсетіп, сіздерге түсіндіріп айтып кетейін. Мынау менің кабинетім. Нарадаменке имя дегенде Жусупов колхоз деп жазылып тұр. Менің аты жөнім. Мынау менің балансым 4572,35 евро қазіргі күнде. Осындай балансымда ақша бар екен. Енді мынау төменде көрсетіп тұрған мына цифрларға кішкене тоқталып түсіндіріп кетейін. Контракт 10.000 евро. Яғни айтқанда бұл 10.000 евролық пакет, ең төменгі пакет 10.000 евродан тұрады. Соны активтендіру үшін кем дегенде сол 10.000 евроның 10%-ын, яғни айтқанда 1000 евро салып қою керек. Сонда сіздің мынау жаңағы есепшотыңыз активтенеді. Яғни айтқанда мынау жасыл жанып тұр, бұл активті жұмыс істеп тұрған. Активный деген жазылып тұр. Енді осы 10.000 евролық пакеттен ажио деген салық бар, 7%. Яғни айтқанда 700 евро бір реттік салық ұстап қалып отырады. Яғни айтқанда мен 1000 евро салғам, соның 700 евросы салық түрінде ұсталып қалуға тиіс болатын. Бірақ мен бірден төлеген жоқпын, оны займ ретінде өзімде алып қалып, кішкене жұмыс істеттім. Енді мен сіздерге қазір көрсетейін, қалай қанша ақша түскенде, қалай түскен туралы история транзакция деген мынау кнопканы басамыз. Мынадай бет ашылды. Маған сәуір айынан бастап шілде айына дейін 21.74 жаңағы 21 евро пайда түсірген екен, 1000 евро. Оның 300 евросы ғана менікі, қалған жаңағы 700 евросы салық түрінде ұсталып қалуға тиіс, ол займ болады. Сондықтан да мен биылғы жылдың осы мінекей мынадан көрініп тұр. 11 шілдесінде 1000 евро салдым тағы да. Қосымша 1000 евро салдым. Сөйтіп менің жаңағы балансым 1021,74 евроға көтерілді. Содан кейін мен бірден алдындағы 700 евро бар, алдындағы 1000 евро бар балансымда 2021 евро болды. Содан мен бірден 700 евро салықты ажионы төлеп тастадым. Сөйтіп менің есебімде 1321 евро қалды. Бұл менің таза өзімнің табысым, өзімнің ақшам. Енді осы ақшаның 70% мөлшерінде Ломбард кредит деген бар, банктен кредит алуға болады. 49 жылға 7% өсіммен. Жылына 7% өсіммен. Мен соны алдым. Содан кейін бұл жаңағы 2000 евроның үстінде көтерілді. Содан кейін плечо деген бар. Басқа адамнан қарыз ретінде 70% мөлшерінде жаңағы сенің балансында ақшаның уақытша қарыз алуға болады. Қарыз аласың және сосын қайтарып бересің бірден. Сөйтіп алған қарыздың есебінен мен 3084 евро займ алдым. Жалпы көлемі 3084 евро. Сөйтіп менің есепшотым балансым 4405 евроға бірақ көтерілді. Мынау шын мәнде менің бар ақшам мынау ғана. 1321 евро менікі, қалған 3084 евро займ, сөйтіп 4405 евроға көтерілді менің балансым. Енді осы 4405 евро бір айдың ішінде 70 евро маған табыс әкеліпті. 70 евро мынау ұстап қалған ақшалары, комиссиялары, мынау қызыл жанып тұрған. Ұстап қалған ақшалар, комиссиялары бәрі қызыл жанып тұрған. 3 түрлі комиссия бар, компания ұстап отырады.
Сонда қалғаны мына 46 евро. Таза мен пайдам. Бір айдың ішінде 46 евро. Яғни айтқанда 1321 евро менің таза өзімдікі. 46 евро пайда келіп отыр. Теңгеге шығатын болсақ, бұл 520 мың теңге ақша. Мынау 46 евро деген 18 мың теңге. 520 мың теңге ақша, 18 мың теңге бір айда пайда түсіріп отыр. Табыс түсіріп отыр өзім. Яғни айтқанда процентке шығатын болсақ 3,5% екен. Бір жылда 42% болады. Бір жылда 42%. Яғни айтқанда менің мынау осы депозитім жылына 40%-ның үстінде маған өсім түсіріп отырады екен. Бұл енді осындай депозит біздің қазақ елінде, Қазақстанда қазіргі кезде бар деп өзім ойламаймын, естіген емеспін. Біздің банктердің беретін бар өсім депозиттері 12%-дан аспайды. 12% ғана. Оның өзі көптеген жаңағы шектеулер қойылған. Мерзімі бітпей алып кетуге болмайды, алып кетсең өсімнен айырыласың деген сияқты сондай шектеулер қойып қойған. Ал енді мынаны кез келген сәтте сәулегіне 24 сағат, аптасына 7 күн кез келген сәтте ақшаңды алып кетуге болады. Сондықтан бұл өзі шын айтқанда өте бір тиімді, белсенді емес табыс көзін жасауға бір тиімді тамаша жоба екен. 20 жылдан бері жұмыс істеп келе жатыр, үзбей жұмыс істеп келе жатыр. Мен сіздерге қазір жаңағы көрсетейін. Бұл компанияның қалай жұмыс істеп жатқандығын. Доходность деген мынау кнопканы басамыз. Доходность кнопканы бассақ, мынадай бет ашылып жатыр қазір. Мінекей, биылғы жылдың январь, февраль, март, апрель, май, июнь, август. Август айына дейінгі өсім мінекей өсіп келе жатыр. 12,99, 13% болыпты. 13% өсім бар екен. Жыл аяғына дейін ол тағы да өседі әрине. Мынау 18 жылға өсім. Бір айда жоғарылақ болған, бір айда төмендеу болған. Тамыз айында мінекей 2,43% болыпты. Өткен айда кішкене аздау болыпты, 1,26. Оның алдында 2,16, 2,43, бұл жаман емес көрсеткіш. Мынау 2017 жылға өсім, табыс мінекей 23,39% болыпты өсім. Бір жылда 23,39%, 2017 жылы. 2016 жылғы табыс 23,44% болды. 2016 жылы. Осылай мінекей компания жыл сайын 20%, орта есеппен 20%-ның үстінде жаңағы өсім түсіріп отыр. Валютамен өсім түсіріп отыр. Егер жаңағындай плечо тағы басқаларды пайдаланып, өзіңіздің балансыңызды өсіретін болсаңыз, менің сияқты, онда табыс 2 еселенеді. 40%-дан асып шығылады. Сондай табыс табуға болады екен компания. Сондықтан, егер сіз белсенді емес табыс көзін жасағыңыз келсе, онда осы Гермес компаниясы сізге таптырмайтын бір жақсы бір жоба болады деп ойлаймын, өз басым сенемін. Рокфеллер деген үлкен бір байлыққа қол жеткізген американдық миллиардердің мынадай сөзі бар. Байлыққа жетудің жолы белсенді емес табыс көзі арқылы өтеді дейді. Қолмен жұмыс істеу арқылы емес, баспен, миымен жұмыс істеу арқылы ғана байлыққа жетуге болады. Яғни айтқанда, осындай жобаларды пайдаланып, дұрыс пайдаланып, өзінің жолымен пайдаланып, егер біз белсенді емес табыс көзін жасайтын болсақ, онда біз міндетті түрде мол байлыққа, бақуаттылыққа қол жеткізетін болады екенбіз. Егер сізді осы депозит қызықтыратын болса, онда осы төменде видеоның төменгі жағында сілтеме арқылы кіріп, толық ақпаратты алуыңызға болады. Қалай тіркелуге болады, қалай жұмыс істеуге болады, бәрі сонда бар. Ақпараттардың бәрі содан табасыз.